Менің әпкемнің есімі Алиса. Ол небәрі 4 жаста, және мен оның туылғанына бәрінен бұрын құмар болдым. Тіпті Аяз атаға менімен әпкесін сыйлауды өтініп хат жазғанымды айтқым келеді. Бірде сиқырлы қарт менің тілектерімді оқып, 31 желтоқсанда маған қарындас сыйлады. Мен өзімнің сезімімді қалай сипаттайтынымды білмеймін. Мен керемет бақытты болдым, және күн сайын Алистің қалай өсетінін, менімен билейтінін, қуыршақтарымен ойнап, маған ата-анам білмейтін құпияларын айтып беретінін елестететінмін. Оған менің шаштарым және зергерлік бұйымдарым көп болды, бірақ әзірге ол мүлдем тез болды, сондықтан сыйлықтар артқы жағына қойылды. Алиса 1 жасқа толғанда менен және ата-анам оған бір нәрсе дұрыс емес екенін түсіне бастадық. Мысалы, бір кездері оған өзінен 4 жас үлкен бала ойын алаңында жақындаған. Ол одан 2 бас биік болды және әдетте әлдеқайда салмақты және ауыр көрінді. Ол Алисадан ойыншық сұрады, бірақ жауап ретінде итермеледі. Оның үстіне оны 5 метр жерге лақтырып жіберген. Бұл айналасындағылардың бәрін үрейлендірді. Анам екеуміз не болғанын түсіне алмадық. Сондықтан біз Алисаны тез ұстап алып, сол баланың ата-анасынан қиындық көргенше үйге қайттық. Үйде біз болған оқиғаны әкемізге айттық, бірақ ол жауап ретінде күліп жіберді. Біздің отбасымызға кішкентай қарт қыз өсіп келе жатқанын және болашақта одан қалаусыз жігіттерді қорқытудың қажеті жоқ екенін, ол солай болатынын айтты. Бәрін өз күшімен жаса. Анам екеуміз ойынның алаңында болғанның бәрін жай кездейсоқтық деп ойладық. Мүмкін бала әлсіз немесе Алисамен бірге ойнады, сондықтан ол осы уақытқа дейін құлап түсті. Бірақ 1 ай өтіп жатып, Алиса бізді тағы да дүр сілкіндірді. Бұл ол әкеммен ойнап, бір уақытта оның саусағынан қатты ұстап алған кезде болған. Және біз қуыс дағдарысты, содан кейін әкемнің айқайын естідік. Біз 1 жасар қарындасымның саусағын сындырғаны белгілі болды. Айтыңызшы, ол килограммдық бала өз салмағымен өседі. 8 есе көп еркектерді қалай жарақаттауы мүмкін? Бұл жолы бәріміз оның кездейсоқ емес екенін түсіндік. Сонымен қатар Алисаның қол-аяғы бұлшық етке айналатыны байқалды. Тіпті асқазанда 6 қаптамалы абсцесс көрініп тұрды. Біз бұл не екенін және не істеуіміз керек екенін түсіне алмадық. Дәрігерге барып, 1 жасар сәби әкесінің саусағын сындырып, 5 жасар баланы бірнеше метрге лақтырып жіберді деп айтуымыз керек пе? Ал ақымақтық. Біз не істерімізді білмей, заттарды сол күйінде қалдыруды шешкендіктен Алиса бізді таңғалдырды жалғастырды. Ең сорақысы, жасына байланысты ол өзінің күшін сезіне алмады. Санап та үлгермеді. Сондықтан жиһаздардың көп бөлігі біздің үйде сынған. Ойыншықтар, тіпті металдан жасалған ойыншықтар претцельге айналдырды немесе сындырылды. Кейде Алиса мені және біздің ата-анамызды жарақаттады. Біздің шыдамымыз ол 2 жаста болғанда таусылды. Сол кезде оның бодибилдинг сияқты бұлшық еттері болған. Сондықтан біз достарымыз бейтаныс адамдардан көптеген қарғыс сөздер естуге мәжбүр болдық. Барлығымыз біздің кедей нәрестені көтеріп, бұлшық еттерін көтеру арқылы қылықтап жүргенімізге сенімді болды. Ол шынымен де біз оны жаттығумен тауысып, оның балалық шағынан айырғымыз деп ойлады. Шын мәнінде қайтып келудің мәні біздің бүкіл отбасымыздың лифтте тұрып қалуы болды. Біз оған кіре салысымен есіктер жабылып және қараңғы болды. Не алға, не артқа біз әртүрлі батырмаларды бастық. Есіктерді қағып, тіпті басқару итін шақыруға тырыстық, бірақ ешқандай сигнал болмады. Содан кейін әкем есіктерді өз қолдарымен ашуға тырысты, бірақ бұл мүмкін емес болды. Элис бәрін ойынға қабылдады және қуанышпен күлді. Ол әкем есіктерге төтеп бере алмаған соң, оған көмектесуге шешім қабылдады. Сіз қалай ойласаңыз да, жаппай темір есіктер мойынсұнғышпен және ақырындап әртүрлі бағыттағы апамның кішкентай қолдарымен бөлініп, біз шыға алдық. Шок. 2 жастағы бала ересек адамның қолынан келмейтін нәрсені істей алды. Клинкер емес, жаттығу залына 2 апта 2 рет келетін кәдімгі ер адам. Бірақ шамасы ол бұлшық еттерін өзі емес қыз үшін жинайды. Немесе ол қалай жұмыс істейді? Барлығымыз үнемдегені үшін Алиске ризамыз. Ол өзі ештеңе түсінбеді. Бірақ біз түсіндік. 2 күннен кейін әпкем дәрігердің қабылдауында болды. Онда ата-анам өткен жылы біздің отбасымызға не болғанын айтып берді. Дәрігерге Алисаның физиологиялық формасы қатты әсер етті. Ол сонымен бірге оны ауыр атлетикаға мәжбүр етіп, балаға қалықтап жүрміз деп шешті. Соған қарамастан ол әріптестерімен кеңесуге келісті. Элис тексерілді және 1 айдан соң оның миомистан ақуызының жетіспеушілігімен байланысты ең сирек мутациялардың бірі болғанын білдік. Сондықтан оның бұлшық тінінің айтарлықтай өсуі байқалады, бірақ оның құрамында май мүлдем жоқ. Басқаша айтқанда, менің әпкемде үлкен күш бар екен, сол ол жейтіннің бәрі бұлшық етке айналды.